Руынгым фильмін прокаттан не үшін алып тастады? Руынгым фильмі прокатқа шыға салысымен бір аптадан кейін кинотеатрлардан көрсетпей қойды. Халық бұл жағдайды қызу талқылап, әртүрлі болжам айтты. Ал біз нақты себебін білмек болып, фильмнің сценарий авторы Нұржан Еркінұлымен арнайы сұхбаттастық. Фильмнің авторы мен жалғыз жазған жоқпын, жалғас сөйлесімдікпен бірге жаздық. Ол жақта халықтың ішіне бір іріткі салатын, арандатушылық тудыратын ешқандай элемент жоқ. Қазір ғана тәуелсіз экспертизадан нәтижелер келді. Фильм шынында да ондай халықтың бірлігін бұзатын нәрсені насихаттамайды. Мен кімдерден сұрадым? Заңгерлерден. Фильмнің негізі көрсетілуіне тыйым жоқ деді. Болжамы жоқ па, не үшін алып тасталуы мүмкін? Мысалы, кейбір желіде президенттің руы айтылды деген сияқты пікірлер айтылды. Қазір жалпы ру, жаңағы 100 деген біздің қазақ санасындағы, қазақтың тарихындағы нәрсені алып тастауға байланысты жұмыс жүріп жатқан сияқты. Біздің айдентикамызды жойғысы келіп жатқан сияқты, айдентикамызды жойғысы келіп жатқан сияқты. Солай түсіндім, өйткені жалпы концепция ұнамаған сияқты. Қанша касса жинады алғашқы аптада? Мен құқық иеленушісі емеспін, сондықтан да нақтысын айта алмаймын. Менің қолымда бар мәліметтер, менің көргенім ол 250 миллионнан асты ғой деймін. Демек, сол толық 5 күн прокаттың ішінде күніне 50 миллион жинап отыр ғой. Прокаттан бірақ алып тастаған кезде сіздерге түсіндірді ма? Не себеп алып тастаған? Себебі қандай? Түсіндіргенде біз соны көпшілік халық сияқты әлеуметтік желіден білдік. Мен тағы да қайталап өтейін, мен фильмнің құқық иесі емес. Мен келісім шартқа қол қойғанда менің ешқандай бір жерде құқығым жоқ деп барлық авторлық құқықтарды мен өткізіп кеттім. Сондықтан да маған ешқандай қағаз, ештеңе келмейді. Мен тек фильмнің авторымын. Оны Tiger Films басшылығынан сұрау керек. Солар нақты айтып бере алады, қай кезде қалай болғанын. Менің білетінім сол сіздермен бірге болған жағдай, одан кейін мен оларға бірден хабарластым, не болды деп фильмді прокаттан алып жатырмын. Депутат Ерлан Сайыров мәжіліс мінберінде фильмге қатты шүйліккен тұғын. Қазақтың руларын салыстыратын, кемсітетін фильмдердің мақсаты қандай? Ол ұлт үшін ең сезімтал тақырыпты айқайлатып, әлеуметтік контент кино тақырыбына айналдырып, көрермен жинау. Түбі бұл жақсылыққа әкелмейді. Бір ұлт ішіндегі руларды бір-біріне айдап салатын арандатушылық материалдарға тыйым салу керек. Артынан белгілі болғандай депутат фильмді көрмей жатып сынапты. Осы мәлімдемеден кейін сценарист Ерлан Сайыровты бірге отырып көрейік деп жеке кездесуге шақырған. Мен әлеуметтік желіге салдым, диалогқа ашықпын. Шынымен де өзімізде түсінгіміз келеді. Мүмкін біз түсінбей жатқан шығармыз. Біз шынымен өте нашар кино түсірген шығармыз. Көрейік. Ешқандай мәселе жоқ, біз ашықпыз. Егер ол азаматтар маған шығатын болса, мен ол кісілермен осы мәжілістің аясында басқа жерде кездесуге дайынмын. Үндемей қалатын кез емес. Елге қазақ киносына цензура келіп жатыр, ауруды кесіп тастады. Оның алдында біз білетіндей Міржақыптың киносын не істеген білесіздер, халық көптеп барып, кішкене резонанс тудырғаннан кейін оны прокаттан алып тастады. Одан кейін халық қайта көтерілгенде қайтадан алып келді. Ойбай, сендер қателесіңдер, не прокатта деген сияқты. Осындай нәрселер көп болып жатыр. Ал Руынгым толықтай прокаттан кетті. Бұл жақсы тенденция емес. Содан кейін үндемей қалмау керек. Әрбір қазақ осы кезде өзінің дауысын шығару керек, естірту керек. Өйткені біз үшін қазір не көресің, не көрмейсің, соны басқа біреулер таңдап жатыр. Фильм руға бөлінетіндерді мысқылдайды. Соларға сатира. Керісінше біз бөлінгенді бөрі жейді дегенді алға тартамыз. Руға бөлінбей керек. Адамның жақсы жаманы ол руына байланысты емес. Сонымен қатар біз руды да жоққа шығармаймыз. 100 ру ол біздікі. Біздің осы күнге жетуіміз біздің ата-бабамыздың арқасы. Әкем бар, оның артында атам бар, атамның әкесі бар деген сияқты. Біз аспаннан топ етіп түскен жоқпыз. Біз өз тарихымызды білу керекпіз. Руың бар деген артында кім бар дегенді білдіреді. Ол бөліну емес. Біз ондайды жатырмыз. Руға бөлінбейміз. Одан құраламыз. Бәріміз бір қазақпыз. Және біздің күшіміз бірлікте дегенді біз фильмде кімге крупный кадрмен көрсетіп тұрып айттық. Оны білмеймін, қалай түсінбейді. Айта кету керек, Руынгым фильмін прокаттан продюсерлердің өздері алып тастаған.
Бұл жерде расымен қоғамдық сын мен қысымның салдары болды ма? Әлде көпшіліктің назарын аудару үшін жасалған кезекті қара пиар ма? Дау немен аяқталады? Жалпы қазақта руың кім деп сұрау дәстүр ме? Әлде арандатушылық па? Пікір қалдыра кет.